birinchi bağlama түсіндіре кетейінші, неге бүгін сабақтан ми заряды деп аталады. Яғни бір балдан неше балға дейін барады? 10 балға дейін. Мына жерге оқушының аты деген өздерінің ат жөндерін жазасыңдар. Ал мына кері байланысқа сабақтың соңында кері байланысқаны астына жазасыңдар бақыма. Әрқайсысы өздерін бағалап отырасыңдар. Яғни үй тапсырмасы. Міне, үй тапсырмасы 2 балл. Жаңа сабақ суреттер сөйлейді әдісі 2 балл, есептер шығару 3 балл, аттар сайысы 3 балл. Жалпы 10 балл. Әр әдісте әр өзі бағалап отырсын бақыма. Ой, топпашы бағалай салып деген болмайды, топпашы үлгермейді. Түсінікті ғой, ә? Тамаша. Енді бәріміз орнымыз алдық, маған келеміз. Топқа бөлініп олайық. Енді бәрінде тұңдары көріп олайық. Қазақстан жалауын туы барлар бірінші топ. Иә. Бәйгелер үшінші топ мына жерге. Екінші топ не? Елтаңға мына топ. Так, түсіндік қоя? Ми заряды дегенді. Әр өзіміз бағалап отырамыз. Түсінбесек мынасы. Бағалау параметр қойып әр топқа. Бақма? Мынау үшінші топқа. Мынау екінші топқа бағалау несі? Мынау бірінші топқа, я? Неше үстінде? Сразу ат жөндер жазып қойыңдар. Әрдің өзін. Әр тапсыр. Әр тапсыр. Так, надо. Сіз бағалауға жазып қойыңдар. Сол ат жөндер жазып қойыңдар. Şimdi koyalım diyelim. Ders болып болушылар? Енді өткенді еске түсіру әдісі бойынша өткен сабақты еске түсіру олай. Менің қолымда әр оқушыға бір сұрақ бар. Сол бір сұраққа жауап берсек, 2 ұпай аламыз. Сұраққа жартылай жауап берсек, 1 балл аламыз. Ал сұраққа жауап бере алмай қалса, өкінішке орай балл алмай қаламыз. Бірақ, мысалы, дұрыстан жауап бере алмай қалса, басқа оқушы жауап беруде болады. Түсінікті ма? Келдер. Сұрақтан алып бердім, сұрақ ауыстырмаңдар. Кел. Әрқайсымызды алдыңыз. Бәрі бір сұрақ. Дайындалуға 2 минут уақыт береміз. Кітапты жауап қоямыз оқушылар. Кітаптан көруге рұқсат жоқ. Кітапты жауап қоямыз. Тағы да 1 минут дайындалуға уақыт беріледі. 1 минуттан кейін сұрайды. Дайын топты белгі көреміз. Сапалауыз. Дайынбыз ба? Бірінші топ. Уақытымыз аяқталды. Бір микро нешкердің? Милли микрода өттік алдында. Оның неше дәрежесі? 3. Минус 3 ба? Дұрыс оқушылар. Микро оның минус 3 дәрежесі ма? Қанша дәрежесі? Кім айтады? Қанша еді микро? Минус 5. Минус 5 дейді. Тағы кім қосады? Минус 6. Минус 6. Айдос бір бал өзіңе қосып көру. Екінші оқыш десе тұрып айта бересің. Тығыздықтың формуласы тығыздық бөлінген mg. Тығыздық тең m бөлінген g дұрыс па? Жоқ.
Kim aytadi? Hem bölüngen bölüm. Massa bölüngen bölüm. Tamam, özü bir bol. Cüce veririz. Gel, bravo. Parametre ne ölçülüğü arama kural. Atmosferden geçiyor. Sen haklısın böyle şey oldu. Tamaşa. Екі bol var özü. Şimdi bir bölüm. Haydi ne getir? Katı. Tamaşa. İki olsa seni üç dal olsun. Sampın neçe küyü var? 3 küyü. Qanday qildi? Katı, suyuk, gaz tarzı. Tamaşa. Dur. Vay. Жұмыс істеу қандай қажет бар? Жұмыс істеу үшін күш керек пе бізге? Белгілі бір кіші. Күш керек. Жұмыс істеу үшін не жұмсаймыз біз? Күш жұмсаймыз, иә? Отыр, молодец. Жақсы. Мынандар оқушылар, қысымның өлшем бірлігі дейді. Қысымның өлшем бірлігі не? Ағай. Тамаша, Паска, бір бал өзі бол. Екі бал сен қоймайсың, екі балмен айырылып қалды. Тұрайды. Дұрыс па? Жұмыс бөлінген уақыт дейді. Тамаша. Отыр. Екі бал бар өзінде. Жұмыс өлшем бірлігі қандай? Жұмыстың өлшем бірлігі қандай дейді? Кім біледі? Жұмыстың өлшем бірлігі? Joule. Молодец. Bir olur. Bir bal тағыласың. Өзіңе бағалаудың да өзіңді. Бүйтесіңдер ме оқушылар? Мысалы, екі бал алдың ба, екі дөңгелек дейсің, 3-4 дөңгелек деп кете бересіңдер. Бақы ма? Сіздер. Күшті қандай ақпен белгілейміз өлшем бірлігі? F Ньютон. Тамаша. Тон егінбет таңбасы уақыт. Тамаша. Жұмыс дегенімізді қалай түсінесің? Жұмыс дегенімізден. Кім айтады жұмыс дегенімізден? Көмектесіп берейікші. Не ол жұмыс деген? Алдында айттым ғой сіздерге, бір денеге F күш жұмса, оны бір орыннан екінші орынға ауыстырсақ, біз не жасаймыз? Жұмыс. Және осыны айтып көреміз, отырамыз. Рахима. Suyukқа батылған денені ағыстыратын күшіне батылған. Suyuqqa батылған. Қалында. Тақтан қантып қуанады. Архимед күші немесе керек беруші күш. Тамаша. Bir болсын. Егер күштер мата, домалау, сырғанау, қашықтау. Тамаша, екі болсын. Өткенді бір ескертіп алып оқушылар. Енді жаңа сабақ. Механикалық энергия. Бәріміз кітапты ашып, дәптерді ашып жазамыз. Жазыңдар бәрі. Mekanikалық энергия ма? Механикалық энергия және кинетикалық энергия. Энергия деген жақсы білеміз, иә? Бірінші қандай? Механикалық, екінші механикалықты бүгін өтеміз. Ал жылулық деген білесіздер ме жылулық энергияны? Күннен келген сәуле бізге жылулық не береді? Береді. Немесе қатты қызған дене өзінен не шығарады? Жылулық энергия. Үшінші қандай? Не ол электр деген? Мысалы электр шамға не керек? Электр тобына келіп шам бізге не береді? Энергия береді. Төртіншіне жарық дегенімізден күннің сәулесі тағы не бар? Тамаша, осылардың барлығы бізде қандай екен? Энергияның түрлері.
қабілеттілігін сипаттайтын физикалық шама не? Энергия. Сендер рұқсат жұмыс істеу үшін не керек сендерге? Энергия керек қой. Ал энергия қайдан аласыңдар сендер? Неден аласыңдар? Энергиялар қайдан аласыңдар сендер? Сұрақ. Тамақтан аламыз. Дұрыс па? Ал тамақ жемей жұмыс істей алмаймыз ғой біз. Тамақ жемесе не пайда болады? Энергия. Сосын ұйқыдан. Дұрыс па? Ұйықтап біз энергия жинаймыз, демаламыз. Былайша айтқанда. Енді бүгінгі энергияның формула мынандай әріп белгілейміз. Кинетикалық энергия жазып қоямыз. Екі деп қойды. Энергияның өлшем бірлігі не екен? Джоуль. Жазып қоямыз дәптерге. Қай формуласын ол? Қазір айтамыз. Жазып па? Қараңдар, энергия артына басын айтамыз. Бүгінгі энергия қандай екен? Кинетикалық энергия. Бұл кинетикалық энергия дегеніміз, кинетикалық формуласын жазып берейін. m квадрат бөлінген 2. m дегеніміз не? Масса. Б дегеніміз ше? Білем. Жоқ, мына құйрық бар ғой қасында ше? Не ол? Жылдамдық. Дұрыс па? Мысалы қараңдар. Сіздер массаларыңыз бар ма? Бар. Бір жұмағын қозғалатын болсаңдар, қандай энергия пайда болады? Яғни кинетикалық энергия болғыштар массаға тура пропорционал. Жылдамдыққа да қандай? Тура пропорционал. Сендер массаларың көп па? Кинетикалық энергия не болады? Көп болады. Массалар аз, энергиялар аз емес. Түсінікті ғой? Формула сондай. m квадрат бөлінген 2 бұл формуласы. Түсінікті ма? Бөлінген 2 болады. Енді өлшем бірлігі не болып сонымен? Энергия жаттауына сұрақ келеді. Дененің жұмыс жасай білу қабілетін сипаттайтын шама не? Энергия. Энергия қандай әріп белгі дегеніміз? Өлшем бірлігі? Джоуль. Механикалық энергия нешеге бөлінеді екен? Жаттауымыз. Кинетикалық және де потенциялық. Кинетикалық энергияны бүгін өтеміз. Міне, формуласы қандай? m квадрат бөлінген 2. Бұға қандай энергия? Потенциялық энергия. Оны келесі алып өтеміз. Формуласы қандай екен? Кинетикалықта К дегенді қоясыздар, потенциялықта П деп қоясыздар. Түсінікті ма? Енді қандай мысалы? Мына дененің несі бар? Массасы бар ма? Массасы бар, бір Б деген жылдамдықпен есеп береді ол. Вот несі бар еді оның? Кинетикалық энергия бар. Түсінікті ма? Қазір әрқайсымыз өзіміз кинетикалық энергиямызды алатын боламыз. Өйткені әр адам кинетикалық энергиясы әртүрлі. Өйткені массалар бірдей емес сендер. Әркім массасы әртүрлі. Өйткені мына суретті қараңдар енді. Кинетикалық энергия дененің несіне байланысты? Қалай түсінген болды ма суретте? Төбедегісі қанша себеп жеңіл болды? Жоқ. Қанша түсінген болды ма? Өздері айтып көріңдерші. Осыған баламамыз енді. Астындегісі Айтайықшы біреуіміз. кішкентай шар ол пәске тез түседі ал үлкен шар төмен қарай тез түседі. Сонда мынау күштірек бола ма? Жоқ, ағай. Астындағысы Массасы үлкен болған жарайсыз болып тұрады. Бірге қара, мынаны қара. Мынау мына жерде тұрады. Дұрыс па денеміз? Мынау орында тұрады. Мынау орын көп па, не мынау орын көп па? Астында үлкен оқыштардан массасы алуда кинетика энергиясы қандай? Көп. Сөйтіп қозғалып келеді да, мына денені не тұрады? Түсіндік па? Көрдіңдер ме? Ал мына массасы аз, кинетика энергия аз. Мынаны
кішкентай қашықтыққа орналастырылады. Түсіндің ма? Екіншісі. Ал мынаған не түсініп тұрсыңдар? Ал екеуі де бірдей ғой, екеуі де дене. Қолымыз көтеріп айтайық, оңыстады. Астынағысы екінші сөйлеу төмелету биігірек тұрды, онымен шар тұзағырақ келеді. Тамаша. Шардың несі көп болады, оңыстады? Жылдамдығы. Ал мына жылдамдығы не үшін аз болды? Екеуі бірдей деді. Қандай биік болған сайын жылдамдығы не болады? Жылдамдығы көп деген сөз жаңа айттым. Кинетика энергиясы қандай болады? Түсіндің ме? Көрді ме? Қандай биіктіктен жылдамдықпен кетті да сағатта қаттырақ кетеді. Өйткені кинетика энергиясы көп, энергиясы егілді, екінші денеге берді. Жаттап аламыз. Энергия ешқашан жоқ болып кетпейді. Жоқ заттан пайда болмайды. Энергия бір түрде екінші түрге ауысады, немесе өз энергиясын келесі затқа беріледі. Түсіндің ме? Шар энергиясын неге беріп жүрді қазір? Қорапқа беріп келді. Айтамыз енді, орнымыздан тұрып. Ұшақтың қозғалыс энергиясы жоқ. Кинетикалық энергиясы. Кім айтады? Ұлдан аралады ма? Тамаша. Тағы кім айтты қосады? Себебі өйткені ұшақ жылдам болғандықтан кинетикалық энергия жылдамдыққа байланысты арта беріп, сондықтан ұшақты көп. Тамаша. Одан тұрғыларда қатысып отқандарымыз суретте сөйлейді әрісін еш бал қояды екенбіз? Екі бал қоядымыз. Ал сәл нашарлау қатысып отқандарымыз бір бал қоямыз. Түсінікті қоя? Оқсады. Ұшақтың жылдамдығы қандай? Оның несі көп еді? Кинетикалық энергиясы. Ұлымен салыстыру келмейді ғой? Ол өте жай болса болады. Сол себепті ұшақтың кинетикалық энергиясы көп екенін. Есеп шығарып көрсетейін бірінші, түсіндіремін. Бірінші есін жазамыз оқшылар. Есепте. Берілгені, дұрыс па? Бірінші берілген жазып аламыз бәріміз. Массасын қандай әріппей дейміз? Неше килограмм? Жылдамдығы қандай әріппей дейміз? Километр. Боя, бергені. Өлшем бірлігі метр секунд жылдамдықпен ұшып келеді. Ұшып келе жатқан тастың кинетикалық энергиясын табыңдар. Таба аламыз ба? Шарт көрдіңдер, болмаса мен түсіндіремін. Қыбыршы жоқ, барлығы орнында. Жүйесі. Жол.
Әкел. Осыларды қарап өтті. Әкел. Осыларды қараңдар. Білмейді. Есеп осылай жазамыз, бәрі осылай жүз шықты ма? Жүз шыққанда жоқ па? м квадрат бөлінген 2. Массамыз нешеге тең? 2. Оны не істейміз? Квадраттаймыз. Оның квадраты нешеге тең? 100-ге. 2 мен 2 не бар? Не шығады екен? 100. Екінші беттің бұл есепте ХБЖ бар оқушылар. ХБЖ дегеніміз не еді? Халықаралық біліктер жүйесі. Берген жазыңыз. Бағалауды ұмытпадық ма? Өзіңізді сызылдыңыз. Сабақ болды ма? Мынау бағалау параметрлері. Тауышын екі қалай өтеді дәметке бөлім болса көбейту, масса көбейту болып тұр қалай өтеді? Бөлім. Квадраттан құбылыш несін неге аламыз? Түбірдің астына. Түбір астына өтіндер математикадан? Қалай жасайсыздар жанында? Екі қалай өтеді дедіңіз? Көбейту. Бір квадрат, кинетикалық бөлім не болады? Масса. Квадраттан құбылыш неге аламыз? Түбірдің астына. Анау екі төрт ама. Түбір асты деген қандай болса? 4-тен 2 шығады. 9-дан 3 шығады. 16-дан 4 шығады. 25-тен 5 шығады. Мағана мысалы 25 шығады, түбірден не шығады? 5. Екі көбейту, екі кинетикалық бөлім масса. Ана екіден кейін не? Мынау ма? Екі кинетикалық деген екен. Екіні бүйетеміз ғой? Тұра кинетикалық деген қанша деді? 800. Ал шығарамыз. Иә, 4000 граммда неше килограмм бар? 4. Это есеп тексерейік деп. Қазір отырғанда аяғын кеңірек қойдым, мен яғни ашқанда жауабым. Грамм неге айналдырып алдыңдар? 4 килограмм. Мына форманы жазыңдар, жылдамдықтау үшін 2 мынаның қасына көбейту болып барды ма? Барды, масса не болып түсті? Бөлі болып түсті. Квадраттан құбылыш үшін неге аламыз? Түбірдің астына. Орнына қоямыз. 2 көбейту 800 бөлу 4. 400 болады. 400-ден не шығады? 20. Есепті толып шығарғанда 3 бал алыңдар еді. Енді былай істеймін оқушылар. Есепті тағы жақсы түсіну үшін. Мына бір адам кетіп бәрі дұрыс па? Массасы қанша екен адамның? 100 килограмм. Жылдамдығы қанша? 8. Осы адамның кинетика энергиясын табайықшы. ХБЖ жоқ, дайын. Мына жігіттің кинетика энергиясын табамыз бәріміз.
Üçüncüsü berilgeni şeşimi деп жазу керек. Тамаша, айтыңыз, bunu өте жақсы қатысып отырсыз. Нұрәлі шығарды. Кім Нұргелді, кімді айдосын тексересің? Нұрай, қасында оқшап тексерді, бәрі тексеріп Нұргелді басқа есіп шығарамыз. Ерлан, кімді тексерші? Рахиманы сені тексер. Болды, тексеріп балық қоямыз. Шығарылса шығарылды, шығарылмаса шығарылмады деді. Тексер. Көршіңіз тексер әдісі арқылы бір-бірімізді тексеріп жүрейік. Ақылма есеп бар. Бұлай сен оқшылар. Дұрысталмай? Үшігі бағалайды. Оқшылар, қараңдар енді практикалық тапсырма. Бәріміз стадионда тұрмыз. Барадан қасында. 100 метрге жүгірейін деп тұрмыз бәріміз. Түсінікті ма? Бәріміз бірдей бар. Неге? Мәреге. Осы 13 оқушыда. Енді әрқайсының өзіміздің неңізді табамыз. Кинетикалық энергияны табамыз. Бәріміздің жылдамдықтарымыз 5-ке тең. 5 метр секунд. Ал массаға әркім өзінің массасын алсын. 20 килограмм ба, 40 ба, 50 ма, 100 ма көреміз. Кімнің кинетикалық энергиясы жоғары шығатынын көрейік қазір. Жылдамдықтар нешке тең? 5. Жылдамдықтар 5-ке тең. Ал массаға кім не алады? Массаға әркім өзінікін алады. Бұл аттар сайыс деп аталады. Жарысамыздарымыз. Мәреге бәріміз бірдей жердеміз, бірақ кімнің кинетикалық энергиясы жоғары шығады, көреміз. Бірінің массаны алмамды, әркім өзінің массасын алсын. 40 килограмм шығасың ба? 30 килограмм шығасың ба? 60 килограмм шығасың ба? О, келді. Тамаша, Ерлан көп болып тұрған. Өйткені Ерланның массасы Нұрәліден ауыр, Нұргелдіден ауыр. Әркім өз массасын алсын, мақұл ма?
Қараңыз оқушылар, кімнің генетикалық энергиясы көп шықты? Айдос қанша шықты сенде? Кімге шықты? Мұрасы қанша шықты сенде? Мейман сенде қанша шықты? 662-ден көп шыққандар бар ма? Нұрасың шығарайық шауын. Көмектесіңдер басынан бәрін. Шығар. Жас, көмектесші үйрен. Балғын тұтыңыз. Енді сабақ осымен аяқталды. Кітаптың артында есеп бар үйге. Бірінші есеп, екінші, үшінші есеп шығарып келеміз. Енді бәріміз астына кері байланысты жазып, мына парақты маған өткізіп кетеміз. Астына кері байланысты деген деген. Міне. Жасыл болса, сабақты өте жақсы түсіндім. Сары болса, сабақты жақсы түсіндім, өте емес. Ал қызыл болса, мен сабақты нашар түсіндім. Астына жазып қойды. Мен мынаны түсінбей қалдым. Келесі сабақтан түсіндіруіңізді сұраймын.